Siz ben bizge Peygamberimiz hadisinde var. Şeytan vasvas kıladı, keledi, ayette var. Sonda ekiyinizde perişte var. Sizlerдің жақсы жаман амалдарыңыздың бәрін жазады. Сол амал болмай жазбайды. Сіздің ойыңызға келіп, ол іске аспаса жазылмайды. Періште сіздің ойыңыздағыны білмейді. Оны жаза алмайды. Bir amal жақсылық істеді ме, оны сауапты жазады. Күнә болса бірге бір жазылады. Жазады. Ал ол нәрсе істелмей тұрғанда ол білмейді періште. Ал енді сізден бізге шайтан қалай келеді? Періштеге Құдай Тағала оны сіздің ішіңіздегі нәрсені білуге жазбаған екен. Шайтанға білдіре қоя ма Құдай Тағала? Шайтан да білмейді. Бірақ сіздің кім екеніңізді, сіздің мына жақтан денеңізден шығып жатқан нұрдан шайтан біледі. Сөйтіп келіп, сіздің әр түрлі жағдайыңызда келіп, жақындап, айтыр бір нәрседен шатасып, қағылып, сауап амал болса, оның сол кішкене төменірек болып қалуына себеп болуға әрекет жасайды шайтан. Оған Алланың әмірі сондай, оны шайтанға Құдай Тағала сөйтіп, жаңағы сізбен бізге сондай жақындауға мүмкіндікті жасаған. Одан қорғанатын біз Аллаға сыйынумен ғана, зікірмен ғана. Өйткені Фалақта нас дейді ғой, қаннас. Сіздің жүрегіңізден Алланың зікірі болса, Субханалла деп, Алхамдулилла деп, қалай да зікірлерді айтсаңыз, шайтан сізден қашат. Кері шегінет. Ал енді сіз қапы болдыңыз, ол қайтып келеді. Сондай несі бар оның? Ал енді сізбен біздің тұрмысымызға береке кіргізетін сол Құдай Тағаланың зікірі мен өздеріміздің пікіріміз, өзіміз ойлануымыз керек.